Бастығыңыз ол кеңсеге қалпақсыз кіреді. Мен бұл туралы мүлдем ұмытып кеттім. Қалпақ маған бір күні жететініне сенімдімін. Қатты дыбыс шықпас үшін есікті жабуға рұқсат етіңіз. Мен саған сәлем жолдаймын. 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 Кешіріңіз. Мен жай ғана асханада кездесу өткіздім. Міне, мен осындамын. Мен осындамын. Мен осындамын. Маған отыруға және барлығына ресми түрде сәлем беруге рұқсат етіңіз. Жақсы ма? Мен өзім, Ашира, сізді ресми іс-шараға шақырамын. Бұл париждік Зара Азмамар, Хавал және тағы да париждік болды. Игубулмо, Самира, қалайсың? Сиамак, қалайсың? Менің жауынгерім Манусрина, Асаф Рафик, Карла Апагабар, Анна, сіз 999 сәлем. Сәлем, сәлем. Вики, рас, үйіңде бақытты бол, денің сау болсын, бәрі жақсы. Мен кет, Үссейнің, Манишини, Лориннің осы үйдегі ресми өкілімін. Джереми, Дунж, Аюши, Виджар, Хавапо, Реджой, Кумуста. Venki, the Seeker, John, Vanakam, Manju, Manu Srinath, Manama Jean, again, Usha, VP _ Anna KZ, Privyat Kandela, Agatha, what's up Agatha, I was just talking to you. Hawal, Priyan Kavani, Praful, Phoenix, Dask, Parishan, Jigar again, Zulu, my warrior from Singapore, Prabhush, Kiran the Sunshine. Kiran күн сәулесі, бәрі жақсы. Бұл Жабастин, Ачин Твач Чаудери. Жарай, Бриджеш, қалайсың? Апо, Бриджештің үйдегі жалғыз серіктесі және Таним Назир, Нараянда өкілі, Рампрасад, Дэвид, Шарма үйде. Біз серіктеспіз, бәрі жақсы. Және барлығына сәлем жолдаймын. Бұл Сатия, бәрі жақсы. Мен саған сәлем жолдаймын. Сүрешке, Ирландиялыққа, лерге және негізінен Ресейден келген. Әдетте желіде болады. Менің веб-сайтыма кіріп, мені тікелей эфирде көретін барлық адамдарға сәлем жолдаймын. Сондықтан, біріншіден, ассаламу алейкум, дүние жүзіндегі барлық мұсылман бауырларыма. Сәлем, как дела бүкіл әлем бойынша таңғажайып жапа және датусви виджай тілдерінде сөйлейтін барлық орыстарға. Қайырлы күн. Бүкіл әлем бойынша француз тілінде сөйлейтіндердің барлығына сәлем. Ирандағы және дүние жүзіндегі ирандық бауырларыма мерхаба, нет прамасан, бәрі жақсы, біз сізді туған күніңізбен құттықтаймыз. Кене Юрап, болашақ Еуропада. Балалар, бәрі жақсы. Сәлем оңтүстік Америка. Бәрі жақсы. Америка мен Канададағылардың барлығына сәлем жолдаймын. Бәрі жақсы. Коничива, Жапония. Біз Жапонияға бара жатырмыз. Нихао, Қытай, Нихао, Гонконг. Апагабар, Индонезия және Малайзия, Апагабар, Сингапур, қалайсың? Австралия, қайырлы күн. Досым, Шри-Ланка, Ванакам, Яна ділге тағзым етемін. Бұл Ава Яна, Намасте, Коста, Кнет, Филиппинс, Синчау, Вьетнам, мен глава, Манма, солай емес пе? Ванакам, Намасте, Намаскарам, Сатсриакал, Үндістандағы барлық адамдарға сәлем жолдаймын. Кнет, Үндістан, бәрі жақсы. Қош келдіңіздер. Баршаңызға сәлем жолдаймын. Біріншіден, мен бастамас бұрын, Шри-Ланкада, Филиппинде, Вьетнамда, Малайзияда тайфуннан зардап шеккендердің барлығына, әсіресе мен және менің отбасым үшін сүйіспеншілігімді, дұғаларымды жеткізгім келеді. Индонезия және тайфуннан қатты зардап шеккен бірнеше басқа елдер. Малайзия бізге онша әсер еткен жоқ, бірақ басқа елдерде жағдай өте нашар. Мен сенің отбасыларың үшін дұға етемін. Сенің қауіпсіздігің үшін дұға етемін. Мен сендердің оңтүстік шығыс Азияны шарпыған осы өте күшті тайфуннан айығуларың үшін дұға етемін. Мен Гонконгтағы 3 ғимаратта болған өте қайғылы өрттің салдарынан Гонконгта қаза тапқан адамдардың өмірі үшін дұға етемін. Бұл өте өкінішті, солай емес пе? Балалар, біз балалардан айырылдық, ересектерден айырылдық. Бұл өте қайғылы 2 апта болды. Мен жай ғана барлық зардап шеккендерге сүйіспеншілігім, мен дұғаларымды жеткізгім келеді. Жарайды. Мен үшін, менің отбасым үшін жарайсыңдар. Балалар, бәрі жақсы. Сондықтан бірдеңе болып жатқанын көргенде, және бұл туралы ештеңе істей алмасаңыз, олар үшін дұға етіңіз. Зардап шеккендердің өмірі үшін дұға етіңіз. Осы жағдайдан айтқандар үшін дұға етіңіз. Сіз жасай алатын ең аз нәрсе. Осы бірнеше
минутты бізден гөрі жолы болмағандар туралы ойлауға арнау. Мұны әрқашан есте сақтаңыз. Қай жерде екеніңізге әрқашан риза болыңыз. Өйткені мен бұл дәйексөзді әлеуметтік желіде көрдім. Өмірде сен тұрған жерде өлгенше болғысы келетін адамдар бар. Не жесең де, қайда тұрсаң да, сенің орныңда болғысы келетін біреу өледі. Сондықтан сіз жаңа көлік, жаңа үй, дәмді тағам, төбеңіздің төбесін сатып алғаныңызды тойлаған сайын, ең алдымен оған алғыс айтасыз. Өйткені Құдайсыз ештеңе болмайды. Қол астындағыларыңа, отбасыңа және қолыңдағы бар нәрсеге қол жеткізуде сені қолдағандардың барлығына алғыс айт және өзіңнен де жолы болмағандар үшін дұға ет. Мен сенің жетістігіңді, қанша тойлағаныңды қаласам да, оның сені менмендікке итермелеуіне жол берме. Бәрі жақсы. Бұл хайпқа өз эгоңыздың сенуіне жол берме. Бәрі жақсы, түсіндің бе? Сондықтан өз эгоңызды тыныштандырыңыз, табысқа қуаныңыз. Сонымен қатар бүкіл әлемде жолы болмайтын адамдар бар екенін мойындаңыз. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Бұл өте маңызды. Жақсы ма? Менің бүгінгі Инстаграмдағы өмірім біреудің менімен біраз уақыт бұрын бөліскен жазбасы туралы. Жарай ма? Және ол жасампаздық туралы. Бүгінде барлығы команда құру, болашақты құру, байлық құру, мұра қалдыру, қалғанының бәрін жасау туралы айтып жатыр. Бәрі жақсы. Ал егер сіз құрылыс сөзінің мағынасын шынымен түсінетін болсаңыз, онда біз бұрын құрылысшы немесе конгломерат деп айтпағанымыз жақсы. Бұрын құрылысшылар деп айтатынбыз. Менің ойымша, кейбір Азия елдерінде біз оны құрылысшы деп атаймыз. Бәрі жақсы ма? Бұл ғимарат салып жатқан жігітке сілтеме. Түсіндің бе? Біз бұл құрылысшы дедік. Бұл нағыз құрылысшы, әсіресе Үндістанда. Әрбір адам құрылысшы, 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 құрылысшы. Бәрі жақсы. Мен жасаудың шеберлік екенін түсінемін. Бәрі жақсы ма? Бұл бизнеске деген көзқарас. Ең бастысы көзқарастың болуы. Енді барлығыңыз сайып келгенде желілік маркетинг индустриясымен, серіктестеріңізбен, төменгі және жоғары бөлімшелеріңізбен не істегіңіз келетінін түсінуіңіз керек. Сіз өзіңіз үшін және басқалар үшін жақсы өмір құруға тырысасыз. Бәрі жақсы. Және бұл сізді ойландыратын белгілі бір көзқарасты қажет етеді. Жарайды. Біріншіден, жақсы өмір салғысы келетіндердің бәрі тәуекелге баруға қабілетті болуы керек. Жақсы ма? Неге екенін түсіндіріп берейін. Менің ойымша, толық уақытты желіге қосылып, жұмысын тастап, толық уақытты желіге айналған әрбір адам тәуекелге барады. Сіз өзіңіздің жайлылық аймағыңыздан шығып жатырсыз. Бәрі жақсы, Сара ханым, мен сіздің атыңызды айтамын. Сіз тәуекелге барасыз, жайлылық аймағыңыздан шығасыз, мен өкінемін. Бірақ тәуекелсіз сіз табысқа жете алмайсыз. Бірдеңені жібермей, екінші жағына жете алмайсың. Түсіндің бе? Өміріңізде қандай жетістік деңгейін көргіңіз келсе де, кез келген адам өз өмірінде көргісі келеді. Сіздің өміріңізде тәуекелге баруға дайын болатын сәт болуы керек. Сіз өзіңіздің жайлылық аймағыңызда қала алмайсыз. Сіз өз үйіңізде қауіпсіз бола алмайсыз. Солай ма? Сіз төсегіңізде жатып, Кумбая әнін айта алмайсыз және бір күні әлемді басқарамын деп ойлай алмайсыз. Сіз мұны түсінесіз бе? Тәуекелге бармай, өмірде қандайда бір ұлылыққа қол жеткізе алмайсыз. Мен сізге айтып отырған басты қауіп, үйіңізді сату және барлық ақшаңызды казино үстеліне қою емес. Түсініңізші, мен құмар ойындарға сенбеймін, жарай ма? Бірақ мен айтып отырған қауіп, сіздің жайлылық аймағыңыздан шығу, сізде бар деп ойлайтын жалған қауіпсіздік сезімін жою. Мен сізге бұл туралы айтқаныма өкінемін. Бірақ ұлылықтың қандай да бір түріне қол жеткізгісі келетін кез келген адам өзінің жайлылық аймағынан шығуы керек. Олар өмір сүріп жатқан болжамдылықты жою үшін және бұл қолдан келгеннің бәрін жасайтындарға қатысты. Өйткені, егер сіз бір бақылау орталығын барынша пайдалансаңыз және екі бақылау орталығын барынша пайдаланғыңыз келсе, бір бақылау орталығынан шығып,
жаңа ұйым құрып, сізге төлейтін жаңа жазылушыларды тарта бастауыңыз керек. Екінші бақылау орталығы үшін. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Бәрі жақсы ма? Сен лата ару бола алмайсың. Мен сенің атыңды көріп тұрмын. Бәрі жақсы. Лошади түсіп, лошади секірмейінше ешбір ұлылыққа жете алмайсың. Сен мұны түсінесің бе? Мен баяғыда банджи секірумен айналысқанмын. Менің ойымша, өте баяғыда. Бұл ең қорқынышты нәрсе. Тіпті аяғыңа арқан байланған болса да. Олардың бәрі адреналинді қуып жатыр деп ойлайсың. Менің ойымша, сенім секірісін жасау үшін, тіпті секіруден секіру болса да, тәуекелге бару керек. Сен мұны түсінесің бе? Міне, сіз түсінбейтін нәрсе, егер сіз толық уақытты кәсіпкер, немесе толық уақытты желі құрушы болуға тәуекел етпесеңіз, немесе өз желіңізді құрмасаңыз, және оған жол бермесеңіз, жұмысқа, айлық жалақыға немесе басқа нәрсеге байланысты қауіпсіздік сезімін жойыңыз. Егер сен мұндай тәуекелге баруға және осындай сенім секірісін жасауға дайын болмасаң, онда бәрі жақсы, сен ешқашан өспейсің. Сондықтан, бұндай секіретін адам да тәуекелге барады. Көп нәрсе дұрыс болмауы мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, ол өліп қалуы мүмкін. Бәрі жақсы ма? Арқан үзілуі мүмкін. Көп нәрсе болуы мүмкін. Бәрі жақсы ма? Менің ойымша, ешкім тәуекелсіз жасай алмайтынын түсіне алмайды. Кришнан, мен сені көріп тұрмын. Кришна, мен сені көріп тұрмын. Бәрі жақсы. Комедия, мен сені көріп тұрмын. Бәрі жақсы ма? Сен ұлылыққа жете алмайсың. Мұны есте сақта. Жақсы ма? Сіз түсінуіңіз керек. Бірінші нәрсе, сіздің өмір жолыңыздағы бірінші тәуекел, бұл желілік маркетинг деп аталатын. Осы тамаша салада бізбен бірге кәсіпкер ретінде сапарыңызды бастау. Бұл сіздің бірінші тәуекелге барғаныңыз. Бірақ шынымды айтсам, бұл үлкен тәуекел емес еді. Өйткені сіз азық түлік сатып алдыңыз және табысқа жетесіз деп күттіңіз. Сен бірден жұмыстан шықпадың ғой. Сен үйіңді сатпадың. Желі қызметкері болу үшін бәрінен бас тартпадың. Түсіндің бе? Жарайды. Оның қимылына қарап, мен сенің атыңды көремін. Ағайын, сен онша бас тартқан жоқсың. Мен саған өте адалмын. Менің ойымша, ешкім желі қолданушысы болу үшін үлкен құрбандық шалған жоқ. Сен мұны түсінесің бе? Олар өнімді сатып алды. 1000 фунт, 3000 фунт, 5000 фунт. Түсіндің бе? Даты Виджай маған 1000 рет айтқандай. Бүгінде $2000 қанша тұрады? Бәрі жақсы. Мен сендерді көріп тұрмын. Мен сендердің рыцарлардан екі алғаныңды көріп тұрмын. Мен сендерді көріп тұрмын. Бәрі жақсы. Сен мұндай тәуекелге бармас едің. Сіз әлі де жайлылық аймағындасыз. Сіз жасаған жалғыз нәрсе өзіңізді аз ғана ақшадан құтқару. Және бұл ақша тәуекел деп есептелетіндей үлкен емес. Түсіндің бе? Бұл соншалықты үлкен Танзания емес. Мен сендерді көріп тұрмын. Бұл қауіпті деп саналатындай үлкен емес. Не? $3000. Сен не туралы айтып тұрсың? Бүгінде $3000 балалар айына $3000 жұмсай алады. Түсіндің бе? Әлемнің кейбір бөліктерінде фильмдерді көру үшін $20 қажет. Жақсы түскі асыл $10 құрайды. Сонымен $3000 деген не? Сонымен сіз өзіңіздің өміріңіздегі ең үлкен тәуекелге желілік кәсіпкер болу үшін бардыңыз ба? Жоқ. Бұл мәселе. Мәселе мынада, сіз түнде сергек болу үшін көп тәуекелге бармадыңыз. Жүрегіңіз дүрсілдеп, соғатындай тәуекелге бармадыңыз. Білесіз бе? 3000 фунт стерлингке, 1000 фунт стерлингке, 5000 фунт стерлингке, 7000 фунт стерлингке, $10,000 тауар сатып алғаннан кейін маған бәрібір. Жарай ма? Сен тауарды сатып алдың. Сен сол түні сәбиде ұйықтап жаттың. Өйткені өзің білетіндей тауарды сатып алдың. Сен мұны түсінесің бе? Бірақ саяхатқа бару үшін бар нәрседен бас тартатын адамдар бар. Мүлдем жаңа елге қоныс аударып, бүкіл отбасын тамырымен жұлып, мүлде жаңа елде ешбір сенімсіз көшіп бара жатқан адамдар бар. Бәрі жақсы ма? Бұл қауіпті. Қолында барының бәрін құрбан етіп, кәсіппен айналысатын адамдар бар. Сен мұны түсінесің бе? Олар үйлерін сатты, жанын сатты, мейрамхана, панипури дүкенін ашты, тағы бір нәрсе бастады. Түсіндің бе? Ал бұл адамдар түнде ұйықтамайды. Сондықтан менің сұрағым мынау. Сіздің ойыңызша қанша адам нетке тіркеліп, сол түні ұйықтай алмады?
Өйткені олар сезінді. Олар желілік маркетингте кәсіпкер болу үшін өмірлеріндегі ең үлкен тәуекелге барды. Тәуекел жеткіліксіз, жәбірленуші жеткіліксіз. Бұл желілік маркетингтің проблемасы. Сондықтан мен сізге мысал келтірейін. Егер Кнет тіркелу сізден өнімді $250 мың сатып алуды талап етсе, осы экспериментті жасайық. Бәрі жақсы. Егер Кнет тіркелу сізден $250 мың өнім сатып алуды талап етсе, бұл өте жақсы болар еді. Ал сенде ақшаң жоқ. Ата-бабаларыңның үйін сатып жібердің. Қолыңдағы асыл тастардың бәрін сатып жібердің. Сен әлеуметтік кәсіпкерлік, желілік маркетинг немесе әлеуметтік кәсіпкерлік деп аталатын осы саладағы кәсіпкерлік жолдың бір бөлігі болу үшін бүйрегіңді сатып жібере жаздадың. Шынымды айтсам, бүгін түнде ұйықтай аласың ба? Егер сен үйіңді тіркелу үшін сатсаң, қолыңдағы бар ақшаңды алып кетсең, бәрі жақсы. Несие карталарың таусылып, көлігіңді сатып, велосипедіңді сатып, сиырыңды сатып, ешкіңді сатып, жеріңді сатып, үйіңді сатып, егеңді сатып ал. Мен жай ғана ойнап айтамын. Енеңді сатпа. Бәрі жақсы. Сіз келгеннен кейін бірінші түнде ұйықтай аласыз ба? Жоқ, сіз мұны істей алмайсыз. Желілік маркетингтің қиындығы мынада. Бұл әлемдегі ең жақсы бизнес болғанымен, бұл сонымен қатар тіркелгеннен кейін түнде сізді сергек ұстайтын бизнес. Әрине, Ямба, Томас және Гана. Мен Гананы жақсы көремін. Бұл түнде ұйықтауға кедергі жасамайды. Ал түнде ұйықтамау сіздің қолыңыздан келгеннің бәрін 100%-ға бермейтіндігіңізді білдіреді. Сіз әлі де жайлылық аймағындасыз. Сондықтан, егер сіз шынымен де табысты желі құрғыңыз келсе, шынымен де табысты өмір жолын құрғыңыз келсе, мұра қалдырыңыз. Ұлылыққа жетіңіз. Дато Шивиджай айтқандай, өзіңіздің ең жақсы нұсқаңыз болыңыз. Бәрі жақсы ма? Сізге көбірек тәуекелге баруға тура келеді. Сіз мұны түсінесіз бе? Сондықтан, мен сізді толық уақытты жұмыс істеуге шақырмаймын. Бірақ толық уақытты жұмыс істеуді таңдау арқылы, сіз өз ойыңыздағы шекарадан өтесіз деп ойлаймын. Мен сені сөмкелеріңді жинап, Дубайға, Нью-Йоркке, Лондонға немесе Малайзияға көшуге шақырмаймын. Бірақ кейде сен бүкіл отбасыңды жинап, көшіп кетесің. Жаңа елге көшу, жылжымайтын мүлік сатып алу және жаңа өмір бастау. Бұл тышқанды шерту сияқты. Және менің ең үлкен міндетім. Өйткені сіз басшылық қызметте болғандықтан, адамдарға табысқа жетудің жалғыз жолы жайлылық аймағыңыздан шығу екенін түсіндіру. Бұл әлеуметтік қамсыздандыру тұжырымдамасын былай қойғанда, менің ойымша, олардың өмірінде ешкім ең жоғары деңгейге жете алмайды. Өйткені оларда әрқашан әлеуметтік қорғау жүйесі бар. Оларда жұмыс түріндегі әлеуметтік қорғау жүйесі бар. Оларда ата-анасының үйіне оралу және тегін тамақтану түріндегі әлеуметтік қорғау жүйесі бар. Оларда әлеуметтік қорғаудың көптеген деңгейлері бар. Сондықтан олар ешқашан бақаяны шынымен өсіре алмайды. Сен түсінесің бе? Және менің ойымша, бұл мәселе, менің ойымша, бұл біздің саладағы бірінші мәселе. Біздің салаға қатысу ешқашан сіз үшін үлкен құрбандық болып саналмайды. Біздің сала барлығына қолжетімді. Біздің сала қымбат емес. Біздің сала сізден өнімді сатып алудан басқа ештеңе талап етпейді. Бәрі жақсы, бұл да тамаша. Кришна, мен сені көріп тұрмын. Сенде де бәрі жақсы. Біздің сала сізден ештеңе істеуді талап етпейді. Біздің сала түнде ұйықтауға кедергі жасамайды. Біздің сала оң қорқыныш тудырмайды. Біздің сала сізді жайлылық аймағыңыздан шығуға мәжбүрлемейді. Және дәл осы себепті көптеген адамдар біздің салада ең жоғары деңгейде табысқа жете алмайды. Бірақ артқа қарап, оларға қарасақ, ең жоғары деңгейде жетістікке жеткендердің барлығы үлкен құрбандықтарға барғанын көруге болады. Егер мен Сачинге, Бричешке қарасам, олардың барлығы барып, Үндістанның қарапайым жерлерінен әлемдегі ең қымбат Дубай қаласына көшу арқылы өздерінің армандары мен аквариумының көлемін ұлғайтқанын түсінесіз. Мен өзімді тамақтандыру үшін, жұмыс немесе басқа ештеңе түріндегі резервтік жоспарсыз тіркелу үшін, қолымда бардың бәрінен бас тартқанымды түсінесіз. Бұл дегеніміз, егер мен бұл бизнесте табысқа жете алмасам, ресми түрде менде ештеңе болмас еді. Менің анама беретін тамағымда, ақшамда ештеңемде болмады. Түсіндің бе? Бәрі жақсы, менің беретін ештеңем жоқ еді. Сенің табысқа жету үшін күресуіңнің себебі, адамдардың көпшілігінің табысқа жету үшін күресуінің себебі, адамдардың көпшілігінің түнде ұйықтамай, желілік маркетингтегі кәсіпкер ретіндегі саяхаты туралы ойлауының себебі, бұл олардың өміріндегі ең үлкен тәуекел емес еді.
Түсіндің бе? Оларда әлі Камерун бар. Мен сендерді жақсы көремін. Балалар, сізде бұл қауіпсіздік жүйесі әлі де бар. Сізде әлі де тұрып қалған жайлылық аймағы бар. Түсіндің бе? Табысқа жетудің жалғыз жолы жайлылық аймағыңыздан шығу. Сондықтан, егер сіз бүгін бірдеңе сезінсеңіз, менің сізге қоятын сұрағым, маған шыншыл болыңыз және интроспекция жасаңыз. Маған адал болудың қажеті жоқ. Өзіңе адал бол. Жарай ма? Сен әлі де жайлылық аймағындасың ба? Ал сен өзіңнің жайлылық аймағыңда екеніңді қайдан білесің? Біріншіден, ұйықтап кету оңай. Мен 27 жыл бойы ұйықтамадым. Саған ұйықтап кету оңай. Екіншіден, жақсы, сен бұл сапарға жаса немесе өл ойыны сияқты емес. Не болатынын көрейік, ойыны сияқты қарайсың. Түсіндің бе? Сондықтан мен кейде Кнет компаниясының бас директоры Ариэльге құны $250,000 тұратын өнімді жасайық деп айтамын. Сіз түсінесіз, солай емес пе? Менің ойымша, оған аз адам қатысады. Бірақ ешкім ешқашан желіден ажырамайды. Егер бұл $250,000 өнім болса, бізбен бірге желі қызметкері ретінде сапарыңызды бастау үшін сатып алуыңыз керек еді. Бұл дұрыс болар еді. Сен шерифсің. Мен сені көріп тұрмын, бауырым. Түсіндің бе? Бұл туралы 1 минут ойланыңыз. Егер сіз бұл затты $250,000 сатып алсаңыз, оның қандай тауар болуы мүмкін екенін білмеймін. Бұл алдағы 200 жылдағы демалыс клубының мүшелігі болуы мүмкін. Білесіз бе? Немесе айға баруды қамтитын клуб мүшелігі. Мен білмеймін. Бәрі жақсы. Егер қатысуға, өнімді сатып алуға және желілік маркетингтің әлеуметтік кәсіпкерлік саяхатына қатысу үшін $250,000 қажет болса, маған шыншыл бол. Өшіре аласың ба? Жоқ. Түнде жақсы ұйықтай аласың ба? Жоқ. Мен сізге үшінші ережені еске салуым керек пе? Жоқ. Сіз мұны автоматты түрде жасайсыз. Сіз презентацияға назар аудара аласыз ба? Иә, манак сияқты, психоманиак сияқты. Жарайды. Сіз адамдарды презентацияға алдын ала дайындай аласыз ба? Жоқ. Сіз бәрінің алдында сөйлейсіз. Сіз презентация жасаған кезде сіздің даусыңызда құмарлық пайда бола ма? Иә. Әлеуетті клиент сіздің көзіңізден отты көре ме? Иә. Бәрі жақсы. Сіз тіркелгеннен кейін үйге келіп, ессіз адам сияқты тойлайсыз ба? Иә, бәрі жақсы, жарайды. Манодж, мен сені көріп тұрмын. Түсіндің бе? Түсінбедің бе? Міне, мәселе осында. Мәселе бәріңде. Мен мұны сүйіспеншілікпен айтамын. Өйткені сенің бастығың сені жақсы көреді. Сен әлі де жайлылық аймағындасың. Сіз бізбен бірге сапарыңызды бастау үшін жайлылық аймағыңыздан шыққан жоқсыз. Сіз келесі межелі жерге бару үшін жайлылық аймағыңыздан шыққан жоқсыз. Ал сіз жайлылық аймағыңыздан шыққанша кептеліп қаласыз. Сіз алға жылжи алмайсыз. Бұл қол созылып жатыр, және сіз жете алмайсыз. Өйткені бұл қол әлі де жайлылық аймағында тұрып қалды. Және егер сіз өзіңіздің жайлылық аймағыңызды босатсаңыз ғана, бұл үлкен тәуекелге әкеледі. Өйткені сіз басқа жаққа жете алмауыңыз мүмкін, және сіз ғарышта мәңгілікке қалықтап, өміріңіздің соңына дейін ешкім болып қала бермеуіңіз мүмкін. Бұл рас шығар. Мүмкін. Иә, бұл 100% мүмкін. Сонда сізді не баяулатады? Сізді тығырыққа тірейтін нәрсе, сіз өз жолыңызбен жалқау емессіз, бірақ өз жолыңызбен жайлылық аймағындасыз. Ал сіз жайлылық аймағында болсаңыз, бұл бизнесте ешқашан табысқа жете алмайсыз. Балалар, сіз менімен келісесіз. Солай емес пе? Сондықтан, табысқа жету үшін не қажет екенін, мен не істегенімді, Арон не істегенін, Адли не істегенін, Сити, Дэвид, Дейв Джоэль, Кали не істегенін білгіңіз келсе, бәріміз бір сәтте жайлылық аймағымыздан шықтық. Бір кезде олар өмірлеріндегі ең маңызды шешімді қабылдауға шешім қабылдады. Бір сәтте олар қол жеткізгісі келген нәрсеге қол жеткізе алмай, өмірлеріндегі ең үлкен тәуекелге барды. Бірақ олар жай ғана берілмеді. Олар тәуекелге барды. Олар түнде ұйықтамады. Бәрі жақсы болды, және олар қуатты ұйымдар құрды. Сондықтан жайлылық аймағыңыздан шығып,
Сенім Take the секірісін leap of жасаңыз, faith. не істеу керек болса да, Take whatever тәуекелге risk you have барыңыз. to take. Өз бизнесіңізді Give құру үшін 100% бар to күшіңізді building your салыңыз. business. Желілік маркетингтегі Focus on ең rule маңызды three, the мантра most болып important табылатын mantra in үшінші network ережеге marketing. назар аударыңыз. Alright? Бәрі жақсы ма? Listen to Сіздің your кеңестеріңізді Don't you dare тыңдаңыз. switch off. Ажыратуға Stay батылы switched бар ма? Қосулы тұр. Және remember, ұлылықтың кез келген түрі any form of сайып greatness, келгенде үлкен ultimately, құрбандықты, үлкен requires тәуекелді және great sacrifice. жайлылық аймағынан толығымен Taking a шығуды great қажет risk. ететінін есте сақтаңыз. And letting go completely of your comfort zone. Are Сен you with менімен me? біргесің бе? So this Бұл is your сіздің chief аспазыңыз. saying, "I love you" Мен on сізді Insta Live. Инстаграмда жақсы And көремін. I will be Және meeting many сіздердің of you in көпшілігіңізді Istanbul, Түркияның Turkey. Стамбул қаласында кездестіремін. And I'll see Және many of you in Малайзияға Dubai үйге оралмас бұрын before I go Дубайда back home көпшілігіңізді to көремін. Malaysia. Жарайды. Сондықтан Alright, so this бұл is менің my биылғы final соңғы trip сапарым. of the year, which Мен I will барлығымен meet кездесіп, everyone, say барлығына hello сәлем to айтып, everyone, барлығымен and бірге chill демалғым out келеді. with everyone, Білесіз you бе? understand? Жарайды. Өйткені Alright, біз because тек we're not команданы only ғана building емес, a team, we're also отбасында құрып building a жатырмыз. family. Сондықтан So жайлылық get out of your аймағыңыздан comfort zone, шығыңыз. guys. Балалар, And I'm мен not сіз talking өзіңізді the жайлы comfort сезінетін zone жайлылық you аймағы think туралы you are айтып in. отырған жоқпын. Солай емес пе? Alright, maybe Мүмкін you need сіз to біреуден ask сұрауыңыз somebody, керек or have шығар. the Немесе humility біреуден to ask менің somebody. жайлылық аймағым What қандай is my екенін comfort сұрауыңыз zone? керек шығар. Am Мен I still әлі де stuck in my өзімнің comfort жайлылық zone? аймағымда тұрып Do you қалдым ба? see Мен me әлі де as өзімнің жайлылық still in аймағымда my comfort екеніме zone? сенесіз бе? Сен You түсінесің бе? understand? Ask Кейбір some адамдардан people. сұраңыз. Мүмкін Maybe you сіз get some шынайы honest жауаптар answers. аласыз. So this Мен is your сені chief жақсы saying, көремін "I деген love сенің you. бастығың. Мен сені I жақсы love көремін. you. Мен I сені love you. сүйемін. I Мен love сені you. I сүйемін. love you. Мен сені I love сүйемін. you. Мен сені I love жақсы you, көремін. love you, Мен love сені you, сүйемін. love you, Мен love сені you, сүйемін. love you, Мен love сені you, сүйемін. love you Мен сені сүйемін. so, Мен so сені much. сүйемін. Мен сені қатты Alright, жақсы көремін. and I Бәрі hope to жақсы. see you Мен very сені soon. жақын арада көремін деп before I see үміттенемін. you, Бірақ get out of your бір-бірімізді comfort zone. көрмес бұрын жайлылық Love you guys. аймағыңнан шық. Мен сендерді жақсы көремін. Балалар,